Баршаңызға сәлем. Біз қазіргі таңдағы сәндегі осындай тақияны тоқитын боламыз. Бұл тақияны тоқу үшін маған жарты орам жіп кетті. Яғни ол 50 граммдық жіп 165 метрлік. Одан соң 2,5 миллиметрлік ілмекті пайдаландым. Бұл тақияны осылай да кие берулеріңізге болады, немесе жиегі жағына әртүрлі салпыншақтар, моншақтар тағып сәнді етіп киюге де болады. Тақия өте тез тоқылады, яғни бірнеше сағаттың ішінде сіз өзіңізге осындай әдемі бас киімді тоқып кие аласыз. Бұл бас киім жоғарғы жақтан, яғни төбе жақтан бастап тоқылады. Олай болса біз кірісейік. Жібімізді орап аламыз. Сол жіптің ішінен 5 ілмек іліп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни осы ілінген ілмекті оралған жіптің ішіне барып қайтадан тоқимыз. Енді қайтадан 5 ілмек ілеміз. 1, 2, 3, 4, 5-шісін қайтадан осы орамның ішіне барып ілеміз. Яғни біз осылай 6 арка тоқуымыз керек. Қазіргі таңда біз 2-шісін тоқыдық, енді 3-шісін тоқимыз. Қайтадан ілмектің ішіне іліп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 4-шісін тоқыдық, енді 5-шісін 1, 2, 3, 4, 5. 5-шісін тоқыдық. Енді 6-шісін біз басқаша етіп тоқимыз. Яғни ол қатардың ең соңғы болып есептеледі. 2 ілмек іліп аламыз, 1 орамды баған тоқимыз. Жіпті ілеміз, екеуінен өткіземіз. Міне бізде осылай бірінші қатар аяқталды. Енді екінші қатарды тоқимыз. Қай жерден аяқталғанымыз шатысып қалмас үшін бірінші қатардың ең соңына түйреуішімізді іліп аламыз. Одан соң осы жерден 6 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ілмек. Енді жаңағы тоқылған арканың арасынан өткіземіз. Тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі арканың арасынан жіпті алып шығып тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни жіптің арасынан өткіземіз. Осылай 5 арканы қайталап тоқып шығамыз, ал ең соңғысы жаңағы бірінші қатардағыдай басқаша тоқылатын болады. Міне ең соңына келдік. Біз 5-еуі тоқылды, 6-шында 1 ілмек іліп аламыз, 2, 3 ілмек алып аламыз да, жаңа 1 орамды баған жасасақ, енді 2 орамды баған жасаймыз да, ең соңғы аяқталған жерден өткізіп жіпті алып шығамыз. Бірінші орамды бағанда, екінші орамды баған тоқимыз, жібімізді алып шығамыз. Енді 3-ші қатарды тоқимыз. Ол үшін біз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ілмек іліп аламыз. Біріншінде 6 ілмек ілдік. Қалғанның барлығында осылай 7 ілмекпен тоқылатын болады. Тура жаңағыдай қайталап шығамыз. 7 ілмекті іліп аламыз, аркалардың арасынан өткізіп тоқи береміз. Міне ең соңғы қатарға келдік. Жаңағы бірінші, екінші қатардың соңында қайталанған әдісті пайдаланамыз. 3 ілмек іліп аламыз, 2 орамды баған жасаймыз. Екінші қатардың ең соңын тауып алып, сол жерден жіпті өткіземіз. Бірінші орамды баған, екінші орамды баған тоқимыз, жіптің арасынан өткіземіз. Бізде шапканың төбесі пайда бола бастады. Енді біз бұл қатарда арканың санын көбейтетін боламыз. Яғни 6 арка болса, енді біз 6-ның әрқайсынан 2-ден жасап 12 арка жасайтын боламыз. Міне бірінші 7 ілмекті іліп алып, арасынан емес, біріккен жерден жіпті алып шығамыз. 7 ілмек іліп аламыз тағы да. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Енді бұл жерде арканың арасына өткіземіз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, енді тағы 7 ілмек ілеміз. Ілмектердің біріккен жерінен алып шығамыз. Осылай қайталай беретін боламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 арка пайда болды. Енді екеуін тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни бұл 11-ші арка. Біріккен жерге алып тоқимыз. Ең соңғыны жаңағы әдіс бойынша пайдаланамыз. 2, 3 ілмек іліп аламыз. Бізге 2 рет жіпті ораймыз. Қатардың біткен жерінен жіпті алып шығамыз. Жіпімізді тартып алдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тура басындағыдай қайталап тоқи береміз. Арканың арасынан жіпті өткізіп аламыз. Тағы да 7 ілмек ілеміз. Одан соң арканың арасына тоқып шығамыз. Осылай қайталана беретін болады. Осы 12 арканы айналдыра отырып 5 қатар тоқып шығасыздар. Сол жерде кездесетін боламыз. 5 қатарымыз біздің тоқылып болды. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде бізде арка қосылған. Міне бірінші, екінші арка. Бірінші, 2, 3, 4, 5 қатарды тоқыдық. Енді ары қарай тағы да көбейтетін боламыз. Енді 12 аркадан біз 24 арка жасайтын боламыз. Тура жаңағы әдіс бойынша. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ілмек іліп аламыз. Аркаға емес, жіптердің біріккен жерінен жіпті алып шығамыз. 7 ілмек ілеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді арканың арасынан тоқып шығамыз. Тағы да 7 ілмек іліп аламыз. Жіптердің біріккен жерінен тоқимыз. Тағы да 7 ілмек іліп аламыз. Енді арканың арасынан тоқимыз. Осылай 24 арка пайда болғанша дейін қатар соңына дейін тоқи береміз. Аркамыз санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Енді екеуін тоқимыз. 23-ші арка. Жіптердің біріккен жерінен тоқимыз. 24-шісін ең соңғы қатарды қалай тоқимыз, сол бойынша 3 ілмек іліп аламыз. 2 орамды баған. Міне қатар аяқталып тұр. Сол жерден тоқып шығамыз. Қатарды айналдырып тоқи береміз. 7 ілмегімізді іліп аламыз. Арканың арасынан өткізіп тоқимыз осы жерден. Тағы да 7 ілмек іліп аламыз. Арканың арасынан өткізіп тоқимыз. Осылай сіздер өздеріңізге қажетті ұзындық пайда болғанша дейін тоқисыздар. Мен міне аяқтадым қатарды. Бұл жерде мен 17 қатар тоқып шықтым. Енді біз жиегін әдемілеп жиектейтін боламыз. Ол үшін біз әр арканың арасынан 5 рет тоқып шығамыз. Бұл жерде міне біріншісін тоқимыз, екіншісін тоқимыз, үшіншісін тоқимыз. Келесі қатарды аяқтаған кезде 2 рет тоқып қосатын боламыз. Мына жерде айналдырып аламыз ілмегімізді, тоқып шығамыз. Мұны арканың арасынан 5 рет тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5.
Ілмегімізді алып, жіптің арасынан өткізіп, айналдыра отырып тоқимыз. Тағы арқан арасынан 5 рет тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ілмегімізді алып, жіптің арасынан өткізіп тоқимыз. Осылай қатар соңына дейін қайталай беретін боласыздар. Біз қатарымыздың ең соңына келдік. Ең соңында 2 ілмек тоқимыз. Себебі басында біз 3 ілмекті тоқып кеттік. Міне қатарымызды біріктіреміз. Сіздер осылай да аяқтауларыңызға болады, немесе мен қазір тағы да бір қатар тоқып шығатын боламын. Ол біздің бас киіміміз әдемі көрінуі үшін тоқып қостым. Олай болса, екінші қатарды менімен бірге қайталауларыңызға болады. Міне осылай әдемі көрінеді. Жіпімізді аламыз. Әр баған бойынша жіпті алып тоқып шығамыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Яғни 11 рет тоқисыздар. Одан соң жіпімізді орап аламыз да 3 жіптің арасынан өткіземіз. Одан соң 2 ілмек ілеміз. Орамын жасаймыз. Ілмегімізді кіргізіп, 3 жіптің арасынан өткізіп аламыз. Осылай қайталай бересіздер. Яғни 11 қатар тоқып шығасыздар. Одан соң осындай өрнек жасайсыздар. Міне жіпімізді іліп алдық. 3 жіптің арасынан бірақ өткіземіз ілмегімізді. 2 ілмек ілеміз. Ілмегімізге орап аламыз жіпті. Одан соң 3 жіптің арасынан өткіземіз. Осылай қатарды толықтай аяқтап шығасыздар. Міне қатарымызды аяқтадық. Бізде осындай әдемі сәнді бас киім пайда болды. Бір сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.